Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 7-ші сынып оқу бағдарламасындағы қысқаша көбейту формулаларын өтетін боламыз. Сабақтың басында біз бірінші бастауышта өткендей қосылғыштар мен қосындыны атап өтсек, яғни бізде мысалы А қосылған Б тең С болатын болса, бұл жерде бізде А мен Б қосылғыштар, ал С қосынды. Яғни бұл жерде жаңа айтқанымыздай қосылғыш пен қосынды. Қысқаша көбейту формуласында жалпы бізде 5 формула бар, негізгі 5 формула. Бірінші формула бізде А плюс Б квадрат. Яғни бұл жерде жаңа айтқанымыздай екі қосылғыш, бұл жерде қосындының квадраты тең болады бізде бірінші қосылғыштың квадраты қосылған екі еселенген екі қосылғыштың көбейтіндісі қосылған екінші қосылғыштың квадраты. Екінші формулаға келетін болсақ, тура дәл осындай, бірақ бұл жерде айырмасы, яғни А азайтылған Б осының айырманың квадраты. Бұл жерде бізде формула қатты өзгермейді. А квадрат, бұл жерде азайтылған, яғни бізде айырмасында А квадрат азайтылған. Дәл осындай бірінші формулада алайық. Екі еселенген, яғни бұл жерде айырма екеуінің бізде көбейтіндісі, ал мына жақта қосылған болады, яғни бұл жерде А квадратта, Б квадратта плюс болып тұрады, байқасаңыздар. Қосылған Б квадрат. Екі формула осы. Үшінші формулаға келетін болсақ, бізде А квадрат азайтылған Б квадрат. Бұл формула негізі ашылған кезде А қосылған Б және жақшының ішінде А азайтылған Б. Яғни қосынды мен айырманың көбейтіндісі бізде осы жеке квадраттарының тең болады, жеке квадраттардың айырмасының тең болады. Үш формула кетті. Келесі формула бізде кубтар. А қосылған Б-ның кубы, яғни қосындының кубы. Қосындының кубы бізде формула бойынша бірінші қосылғыштың кубы қосылған үш еселенген. Бұл жерде мұқият тыңдаңыздар, бірінші қосылғыштың квадраты көбейтілген тек қана екінші қосылғыш, яғни 3А квадрат көбейтілген Б. Үшінші некеге өтетін болсақ, бұл жерде керісінше 3А Б квадрат, яғни бірінші қосылғыштың өзі және көбейтілген екінші қосылғыштың квадраты. 3А Б квадрат. Яғни қосылған осы үшінші мүшесі, екінші мүшесінің кубы. Төрт формула болды. Және соңғысы А азайтылған Б-ның, яғни айырмасының кубы. Бұл жерде формула дәл осыған ұқсас, тек қана таңбалар өзгереді. Яғни А-ның кубы азайтылған үш еселенген А квадрат Б ортасы қосылған плюс 3А квадрат, 3А Б квадрат минус Б куб. Сонымен негізгі формулалар осындай. Ал енді осыларға байланысты қазір есептер, мысалдар көрсететін боламыз. Құрметті оқушылар, біз формулаларды қарастырдық. Енді осыған мысал ретінде есептер қарастыратын боламыз. Бірінші бізде x қосылған 3-тің квадраты. Яғни бірінші формулаға сәйкес бізде бірінші формула есімізде болса А квадрат қосылған 2АБ қосылған Б квадрат болды. Яғни бұған осы есепке сәйкес бізде x-тің квадраты қосылған екі еселенген екі мүшенің көбейтіндісі. Яғни 3 көбейтілген x көбейтілген 2 бар. Яғни бұл жерде 6x және де қосылған екінші мүшенің квадраты қосылған 9. Яғни ашылған кезде осылай x квадрат қосылған 6x қосылған 9. Екінші есеп бізде екінші формулаға, яғни айырманың квадраты. Бұл жерде бізде 5y квадраты бізде 25y квадрат азайтылған екеуінің көбейтіндісі және екі еселенген азайтылған, яғни 10y көбейтілген 2 20y
қосылған 2-нің квадраты, яғни бізде 4. Үшінші формула. Бұл жерде керісінше, яғни 2 жақша берілген бізде бұл арқылы біз осыны табатын боламыз. Яғни а мен а-ны көбейтеміз. А квадрат. А мен минус 7-ні көбейтетін болсақ, минус 7а. Енді а-ны көбейтіп шықтық, енді 7-ні көбейтетін боламыз. 7 көбейтілген а, яғни бізде қосылған 7а. Және 7 мен минус 7-ні көбейтетін болсақ, минус 49. Яғни бұл жерден бізде 7а мен, яғни минус 7а мен 7а қысқартылып кетеді. Бұл жерде, яғни бізде а квадрат азайтылған 49. Формула бойынша бізде екі осы қарама-қарсы жақшалардың көбейтіндісі, кері тармақ жақшалардың көбейтіндісі бізде а квадрат, яғни бізде екеуінің квадраттарының айырмасын береді. А квадрат минус 49. Келесі есеп, төртінші есеп бізде қосындының кубы. Бұл жерде бізде бірінші мүшенің кубы, яғни n куб, қосылған бірінші мүшенің квадраты, үш еселенген бірінші мүшенің квадраты және көбейтілген екінші мүше. Яғни осыдан бірінші үш еселенген, одан кейін 2 бар, қайтсем бізде 6 болады. Және m квадрат көбейтілген n. Ал келесі мүше бізде керісінше, яғни екінші мүшенің квадраты және m-нің өзі. Үш еселенген бар алдында. Бұл жерде бізде бұның квадраты бізде n квадрат, 4n квадрат, көбейтілген 3, 12 m квадрат. Және соңғы мүше, осы үшінші мүшенің, екінші мүшенің кубы. Яғни 8n куб. Яғни төртінші есеп шықты. Соңғы бесінші мысал, бесінші формула арналған, яғни айырманың кубы. x минус 4-тің кубы. Бұл жерде бізде бірінші мүшенің кубы азайтылған. Енді бұл жерде тағы да 3 еселенген екі мүшенің көбейтіндісі, бірақ бұл жерде бірінші мүшенің квадраты бар. Ұмытпаймыз. 3x квадрат. Бұл жерде бізде коэффициент бар. Яғни 4-нің өзі бар, және 3 бар, 2 көбейтілген 12, және x-ің квадраты. Яғни бізде 12x квадрат. Одан кейін келесі бізде екінші мүшенің квадраты және 3 еселенген көбейтілген x бар. Яғни бұл жерде квадраты бізде 16, 16 көбейтілген 3 бізде 48, 48 көбейтілген x. Яғни 48x және үшінші мүшенің кубы азайтылған. Үшінші мүшенің кубы бізде 64. Сонымен құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабақта қысқаша көбейту формулаларын талдадық, яғни нақты 5 формуласын өттік және оған мысалдар келтірдік. Сіздермен болғаныма қуаныштымын. Сонымен сабақ аяқталды. Рахмет.